Қазақстандықтар еңбегіне орташа есеппен сағатына 29 доллар ала ма? Қазақстанның көрсеткіші табиғи байлығы жоқ. Судың өзін шетелден сатып алатын Сингапурдан төмен деп депутат Олжас Құсбеков дабыл қақты. Ол міне былай дейді. Қазіргі таңда еліміздегі еңбек өнімділік көрсеткіші ең төменгі елдер қатарында. Халықаралық еңбек ұйымының 21 жылғы мәліметіне сәйкес еңбек өнімділігі 1 сағатты 29 долларды құрады. Депутаттың сөзі қаншалықты рас? Шынымен ең төмен елдер қатарындамыз ба? Тексеріп көрейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Тақырыпты тарқатпас бұрын каналға жазыл, лайк бас. Осылай біздің видеомызды басқа да көрермендерге таныстыруға атсалыс. Еңбек өнімділігі дегеніміз ел экономикасының сағаттық өнімін өлшейтін ұғым. Халықаралық еңбек ұйымының дерегінше 2021 жылы Қазақстандағы еңбек өнімділігі сағатына 29,08 ақш доллары болған. Алайда бұл көрсеткіш 189 мемлекеттің ішінде 63-ші орында. Яғни депутат айтқандай ең төменгі елдер қатарында емеспіз. Салыстырмалы түрде Ресейде 30 доллар, Украинада 14 доллар, Өзбекстанда 10 доллар, ал Қырғызстанда 7 доллар. Люксембург 136,45 доллармен көш бастап тұр. Сингапурда сағатына 74 доллар. Яғни бұған қатысты депутаттың айтқаны Сингапурдан төмен екеніміз рас. Оған қоса Олжас Құсбеков отандық сарапшылар шынайы статистика әлде қайда төмен 11 доллар деп жатқанын мәлімдеді. Алайда ұлттық статистика бюросында еңбек өнімділігі жайында есеп 2012 жылдан бері жүргізілмейді. Оның үстіне ол кісі айтқан сарапшылардың пікірінде таппадық. Сол себепті экономист Меруерт Махмутованың пікірін сұрадық. Маманның айтуынша, біріншіден, біздің статистика сағат сайын еңбек өнімділігін санамайды. Екіншіден, бізде еңбек нарығындағы статистика мүлдем шындыққа жанаспайды. Мысалы, жұмыссыздық мәселесін қарасақ болады. Сондықтан еңбек өнімділігін анық бағалау әрі санау мүмкін емес. Бүгінге бізде осы. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз. Келесі кездескенше. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.